Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Сіздердің назарларыңызға көлік құралдарының қауіпсіздігі пәнінен курсынан кезекті дәрісімді ұсынамын. Дәріс беруші Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің индустриалды технологиялық факультетінен қауымдастырылған профессоры Жантөре Жомарт Қайыржанұлы. Бүгінгі көлік құралдарының қауіпсіздігі курсы бойынша берілетін дәрістің атауы ол автомобильдің белсенді қауіпсіздігі және автомобильдің координациялық параметрлер деген тақырыпқа дәрісімізді арнаймыз. Бұл дәрістің мақсаты жалпы білім алушыларға автокөліктің белсенді қауіпсіздік жүйелері және олардың жұмыс принциптері, сондай-ақ автокөлік қозғалысын басқару кезіндегі координациялық параметрлер туралы жалпы түсінік беру және студенттерге белсенді қауіпсіздік жүйелерінің маңыздылығын, олардың техникалық сипаттамаларын, сонымен қатар автокөліктің динамикасын сипаттайтын негізгі параметрлерді түсіндіру және білім алушыларды осы параметрлерді меңгеруді үйрету болып табылады. Жалпы біз алдыңғы дәрісімізде айтып кеттік, автокөліктің жалпы қауіпсіздігін қамтамасыз ету кезінде біз жалпы 4 автокөліктің қауіпсіздігін атап көрсеткенбіз. Соның біріншісі активті қауіпсіздік. Осы активті қауіпсіздік сұрақтарына біздің бірнеше дәріс курсымыз арналатын болады. Өйткені автокөліктің активті қауіпсіздігінің параметрлері бірнеше басты параметрлері бар. Бүгін сол дәрісімізде осы параметрлердің бірнешеуін атап өтетін боламыз. Және естеріңізге сала кетейін, активті қауіпсіздік дегеніміз, автокөліктің белсенді қауіпсіздігі дегеніміз, бұл автокөліктің конструкциялық қауіпсіздігінің құрамдас бөлімі, және активті қауіпсіздік бұл жол көлік оқиғасының болу ықтималдығын азайтатын және оның пайда болуы мүмкіндігінше болдырмайтын көлік құралдарының қасиетін айтамыз. Бұл активті қауіпсіздік жол көлік оқиғасының бастапқы фазасына сәйкес келетін кезеңде көрініс табады. Яғни жол көлік жағдайында жүргізуші автокөліктің қозғалыс сипатын өзгерте отырып, сол жол көлік оқиғасының мүмкіндігінше алдын алу қабілетіне ие кезде болады. Өздеріңіз білесіздер, жалпы жол көлік оқиғасы 3 фазадан тұратыны белгілі. Бұл бастапқы фаза, кульминациялық фаза және ақырғы фаза. Міне осы активті қауіпсіздік осы бастапқы фаза кезінде іске қосылады және бұл жол көлік оқиғаларының алдын алуға тікелей себепші болады. Жалпы автокөлік құралдарының активті қауіпсіздігі ол көп жағдайда белгілі бір параметрлерге сүйенеді. Бұл параметрлер автокөліктің салмақтық габариттік параметрлері, тарту және тежегіш динамикасы және автокөліктің жүріс кезіндегі тұрақтылығы және басқарылу қасиеттеріне байланысты болады. Бүгінгі тақырыбымыз осы параметрлерді бастап қарастырамыз. Бұл бірінші параметріміз автокөліктердің габариттік параметрлері, яғни автокөліктердің сыртқы өлшемдері. Жалпы бұл параметрлерді неліктен қарастырамыз? Өйткені жалпы қолданыстағы автокөлік жолдары белгілі бір заңдылықтармен бекітіліп, сондағы жолды пайдаланатын көлік құралдарының белгілі бір габариттік параметрлерден шеңберден шығып кетпеуін заңмен қадағалайды. Яғни сол жолмен жүретін автокөліктерді қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, габариттік өлшемдерінен артық көлік құралдары пайдалануға тыйым салынады. Ерекше жағдайларда, мысалы, арнайы автокөліктерді пайдалануға тура келетін болса, яғни өте габариті жоғары жүктерді тасымалдауға тура келетін болса, болмаса ені биіктігі жөнінен осы шектеулерден асып кететін автокөлік тасымалын жүзеге асыратын болсақ, онда арнайы қадағалаушы органдардың рұқсатымен жүргізіледі. Басқа жағдайда бұл барлық елдерде және осының ішінде өзіміздің Қазақстанда бұл заңмен реттелген.
Енді көлік құралдарының параметрлері дегеніміз не? Ол көлік құралдарының параметрлері ол автокөліктердің сыртқы өлшемдерімен және массасымен анықталған көрсеткіштер. Сыртқы өлшемдеріне бірінші кезекте автокөліктің ұзындығы, биіктігі және ені жатады. Бұл параметрлер негізінде автокөліктің жалпы тыныш жағдайда белгілі бір тұрақты параметрлерге көрсеткіштерге ие болғанмен, қозғалыс кезінде бұл параметрлер әртүрлі маневрлер кезінде бұл параметрлердің өзгерісі байқалады. Және себебі көлік құралдарының жеке нүктелерінің тік және көлденең жазықтарда бұл көліктің динамикасына байланысты бұл параметрлер өзгеріске енуі мүмкін. Және көліктің максималды ұзындығы, биіктігі және ені біздің елімізде қажетті тиісті құжаттармен бекітілген, және оның өлшемдері келесідей өлшемдерді құрайды. Яғни жалпы қолданыстағы жолдарда жүруге рұқсаты бар автокөліктердің ұзындығы 20 метрден аспау керек, биіктігі 3,8 метрден аспау керек, және ені 2,5 метрден аспауы тиіс. Бұл автокөліктің параметрлері осы белсенді қауіпсіздіктің шараларын қамтамасыз еткен кезде негізгі көрсеткіштер ретінде біз қолданамыз. Жалпы көлік құралындағы жеке сыртқы нүктелердің ұзындығы мен өзара орналасу олардың профильдік өту қабілеті мен маневрлік қасиетін анықтайды. Профильдік өту қабілеті дегеніміз не? Автокөліктердің профильдік өту қабілеті, яғни жолдағы көлік құралының жолдағы әртүрлі кедергілерді, жолсыз жерлерді жүріп өте алу мүмкіндігі, және ол осы параметрлердің сол қолданыстағы жол өлшемдеріне сай келуіне сипаттайды. Профильдік өту қабілетінің бақылау параметрлері келесідей параметрлері болып табылады. Мысалы, жол клиренсі, алдыңғы және артқы салмақтары. Бұл алдыңғы және артқы салмақтары автокөліктің орысша айтқанда свес деп аталынады. Алдыңғы және осы артқы салмақтың бұрыштары, және ұзындық бойлық өту радиусы және көлденең өту радиустері. Бұл бір автокөліктің параметрі болып есептелінеді. Сонымен қатар автопойыздар үшін, яғни тіркемесі бар автокөліктер үшін осы қосымша параметрлерге қосымша тік жазықтықтағы және көлденең жазықтықтағы иілу бұрыштары қарастырылады. Яғни бұл жерде тіркеме мен тартқыш құрылғының осьтен ауытқу мүмкіндік бұрыштары көрсетіледі. Мына суретте назар аударатын болсақ, бұл автокөліктің өту қабілетінің геометриялық көрсеткіштер. Жоғарыда жаңа айтып өткендей, бұл жерде негізгі көрсеткіштер автомобильдің клиренсі, алдыңғы артқы бұрыштары, свестері және свестерінің бұрыштары, және автокөліктің бойлық және көлденең өту көрсеткіштері көрсетілген. Ал екінші суретте тіркеменің немесе автопойыздың тік жазықтықтағы және көлденең жазықтықтағы жүрісін сипаттайтын иілу бұрыштары берілген. Яғни бойлық жазықтықта бұл альфа бұрышы, көлденең жазықтықта бұл бета бұрышы болып есептелінеді. Бұл жерде назар аударатын жай, альфа және бета бұрыштары өзінің негізгі көрсеткіштерінен, нормалық көрсеткіштерінен ауытқыған жағдайда автокөліктің жүрісі мүмкін болмай қалады. Мысалы қалғанда альфа көрсеткіші нормадан асып кеткен жағдайда автокөліктің артқы салмағы, яғни свесі, болмаса тіркеменің алдыңғы тіркеме құралы дышлосы немесе тіркеменің өзі жерге тіреліп қалу қаупін туындатады. Ал көлденең жазықтықтағы бета бұрышының ауытқу көрсеткіші бұл автокөлік тіркемесінің жолдың жалпы енінен шығып кетуін, және сонымен қатар ол автокөліктің өзінің қауіпсіздігіне және басқа да жол қозғалысына қатысушы көліктерге зиянын тигізуі мүмкін екені осы суреттермен дәлелденіп көрсетілген. Келесі тағы бір қасиеті бұл көлік құралдарының маневрлік қасиеті. Яғни көлік құралдарының маневрлік қасиеті дегеніміз не?
Ол көлік құралдарының маневрлік қасиеті оның көлденең жазықтықта қозғалыс бағытын ең аз аудан ішінде өзгерту қабілеті. Яғни автокөлік бұрылған кезде мүмкіндігінше азғантай бұрыш жасай отыра бұрылу қабілетін айтамыз. Бұл жердегі басты көрсеткіш әрине көлік құралдарының габариттік өлшемдері болып табылады. Бұл жерде көлік құралының бірінші габариттік өлшемі ол көлік құралының ені. Яғни көлік құралының ені бұл қозғалыс коридорын, яғни қауіпсіздік шарттары бойынша көлік құралына қажет болатын жол жолағының енін анықтайды. Бұл енді біз динамикалық коридор деп айтамыз. Қозғалыс ұлғайған кезде бұл динамикалық коридордың да көлемі артуы тиіс. Себебі ол түзу қозғалыстан ауытқу бұрышының асуымен сипатталады. Міне көліктің бұрылыс кезінде динамикалық қозғалыс коридорының схемасы берілген. Бұл жағдайда көліктің енінен біз динамикалық коридордың біршама артық екенін көреміз. Себебі көліктің ені белгілі бір бұрыш жасап қозғалған кезде осы енінен артық аумақты алып бұрылады. Басқаша физикалық заңдылықтарға сәйкес автокөліктің бұрылуы мүмкін емес. Сондай-ақ бұл жерде негізгі көрсеткіштер автокөліктің дөңгелек арасының ұзындықтары, автокөліктің жалпы ұзындығы, автокөліктің ені, автокөліктің алдыңғы дөңгелек пен алдыңғы бампердің арасындағы қашықтық. Бұл көрсеткіштер осы динамикалық коридорды автокөліктің жүзеге асыру кезінде басты роль атқарады. Енді автокөліктің осы айтып кеттік, жылдамдық жоғары болған сайын көлік құралының алып жатқан динамикалық қозғалыс коридоры ұлғаяды. Сондықтан қозғалыс қауіпсіздігі тұрғысынан, яғни автокөліктің қауіпсіз бұрылу үшін қажетті жол жолағының енінде біз анықтай аламыз. Бұл жол жолағының ені автокөліктің еніне тәжірибелік коэффициентті қосу, ол көлік түріне байланысты дәрежелік көрсеткішті және көлік түріне байланысты қауіпсіздік қажетті қауіпсіздік аралығының өлшемдерін қосу арқылы анықталатынын көріп отырамыз. Бұл тәжірибелік коэффициент анықтамалық материалдарда 0,1-1,5 аралығында алынады. Бұл автокөліктің маркасына байланысты өзгеріп отырады. Дәрежелік көрсеткіш бұл көлік түріне байланысты бірге тең болады, немесе одан кем мән қабылданады. Ал С бұндағы қауіпсіздік аралығы көлік түріне байланысты 0,3-тен 1,1-ге дейінгі аралық қабылданады. Бұл жеке автокөліктерге қарағанда автопойыздың қозғалыс коридоры, оның коридорының жалпы өлшемдері жоғары болатыны белгілі. Автопойыздың қозғалыс коридоры салыстырмалы түрде жоғары жылдамдыққа жеткен кезде, яғни 40 км-ден жоғары жылдамдық алған кезде, тіркеменің көлденең тербелістері нәтижесінде көлденең жазықтықта қозғалыс қауіпсіздігіне қауіп төндіретін деңгейге жетуі мүмкін. Мана оны біз өзімізді суреттен көрдік. Бұл қауіп тек басқа көлік қозғалысына қатысушыларға ғана емес, сондай-ақ автопойыздың өзінің тұрақтылығын жоғалтуға, сондай-ақ автопойыздың басқарылымының нашарлауына байланысты өзіне қауіп төндіретін анықталған. Сонымен қатар бұл тербелістер автопойыздың элементтеріне, әсіресе тартқыш ілгіш құрылғысында, сцепка деп айтамыз орысша, үлкен жүктемелер туындатып, оның бұзылуына әкелуі мүмкін. Яғни автопойыздың тұрақтылығы бойынша бұл көрсеткіштер тұрақтылығы бойынша критикалық шектерге әкеледі, және бұл жағдайда автокөліктің апатқа ұшырау қауіптілігі жоғарылайды. Жалпы автопойыздың бұрылыс кезіндегі жүріс жолы ол жеке автокөлікке қарағанда күрделі болып келеді, және бұл жерде бұрылыс орталығына сырт жақта ол тартқыштың алдыңғы қанаты, яғни бұл жерде тартқыш деп отқанымыз автокөліктің алдыңғы қанатының шеткі нүктесі немесе бамперінің шекті нүктесі, ал ішкі жақта ол тіркеменің
артқы бұрышы бойына шектеледі. Суреттен көріп отқанымыздай, тартқыш деп отқанымыз бұл жерде автокөліктің алдыңғы шекті нүктесі мен тіркеменің артқы шекті нүктесі бұл сыртқы және ішкі динамикалық коридордың сыртқы және ішкі иіндерінің ара қашықтығын анықтайды деп айта аламыз. Бұнда да негізгі көрсеткіштер берілген. Бұл жерде автокөліктің өзінің тартқыш автокөліктің ұзындығы, автокөліктің дөңгелектерінің арасындағы ұзындығы, автокөлік пен тіркеменің арасындағы ара қашықтық, тіркеменің өзінің ұзындығы, тіркеменің дөңгелектерінің арасындағы ұзындығы және автокөліктің ені мен прицебінің, яғни тіркемесінің ені берілген. Осы көрсеткіштерге сүйене отырып, біз автокөліктің қозғалысы кезінде динамикалық коридордың енін анықтай аламыз. Енді осы динамикалық жүріс жолындағы анықтайтын негізгі көрсеткіштер берілген. Бұлар манағы айтып кеткен автокөліктің ұзындығы, доңғалақ аралығының ұзындығы, дөңгелектерінің ара қашықтығы, автокөліктің өзінің ені, бұрылатын саппалардың арасындағы қашықтық, басқа да әртүрлі тіркемеге қатысты тіркеменің ені, тіркеменің дышлосының, яғни тіркеу құралының ұзындығы, тіркеменің өзінің база ұзындығы, міне осы аталған көрсеткіштер осы автопойыздың динамикалық коридорын есептеу кезінде біз қолдана аламыз. Енді нақты формулаларға жүгінетін болсақ, бұл формулалар динамикалық коридорда қалыптастыратын факторларды анықтау болып табылады. Мысалы, динамикалық коридорда анықтау кезіндегі бірінші көрсететін көрсеткішіміз артқы көпірдің ортасындағы бұрылу радиусы. Бұл көрсеткішіміз жалпы автокөліктің артқы дөңгелектерінің жол енін екіге бөлу арқылы және бұны автокөліктің еніне қосу арқылы анықталынады. Ішкі дөңгелектің бұрылу радиусы бұл осы көрсеткіштерді альфа бұрыштық көрсеткішті қоса отырып анықтаймыз. Автокөліктің бұдан кейін сыртқы шеткі нүктесінің бұрылу аймағы осы көрсеткіштерді түбір астына алумен және автокөліктің енін, ұзындығын және ортаңғы бұрылу радиусының көрсеткіштерін қоса отырып түбір жолымен анықталынады. Жалпы алғанда автокөліктің динамикалық габаритін анықтаудың формуласы берілген. Бұнда жалпы аталған формулалар жоғарыдағы көрсетілген көрсеткіштерге сүйене отырып анықталады және бұнда тағы да бір қосылатын екі анықтама бұл автокөліктің алдыңғы осіндегі бұрылу шкварендерінің арасындағы ара қашықтық және бұрылу шкварендерінің дөңгелектің ортаңғы бөлігіне дейінгі жазықтыққа дейінгі ара қашықтықты айтамыз. Енді жалпы автокөліктің динамикалық дәлізі сол бұрылу радиусы кезінде жекелеген автокөлікке қарағанда едәуір кеңірек болады. Себебі бұл тек қана тартқыш көлік емес, сонымен қатар тіркеменің базасына, яғни тіркеменің габариттік өлшемдеріне, дышлы ұзындығына және артқы шығымына байланысты болады. Бұл динамикалық дәліз автопойыздың негізгі қозғалыс траекториясы мен тіркемелердің артқы осьтерінің ортасы бойынша сызылған траекториялардың бұрылу орталығына қарай ығысуымен анықталады. Бұрылу кезінде қозғалыс тұрақтанбаған жағдайда бұндай ығысу әрдайым аз болады және бұны аналитикалық әдіспен дәл есептеу мүмкін емес. Сол себепті автопойыздың нақты динамикалық дәлізін біз нақты практика жүзінде ғана біз анықтай аламыз. Практика жүзі көрсеткендей, автопойыз үшін мысалы ең төменгі бұрылуға қажетті өлшем бұл 6,4 метр болады және ол жылдамдық өзгермей тұрақты күйде, егер бұрылу бұрыштарына байланысты бұл шама өзгеріп отырады. Яғни 6,45 градусқа бұрылған кезде бұл 6,4 метр шамасына 0,9 метр,
90 градусқа бұрылғанда 1,4 метр, 180 градусқа бұрылғанда, яғни кері бұрылғанда, кері айналғанда 1,8 метр қосылуы тиіс. Яғни осындай ара қашықтықтарда ғана автопойыздар өзінің қауіпсіздігін және жол қозғалысына қатысушы басқа да қатысушыларға зиян тигізбей бұрыла алады деген сөз. Сондықтан автопойыздың орнықпаған қисықсыздықта қозғалысы кезінде, яғни жылдамдық тұрақсыз болған жағдайда динамикалық дәліздің енін жуық шамамен есептейді. Ол кезде біз кез келген автопойыздың бұрылысы бұл орныққан шеңберлік қозғалыс деп қабылдайтын болсақ, осы жағдайда дәліз ені ең үлкен шамаға тең болады, және қозғалыстық қауіпсіздігін бағалау үшін біз осы шаманы басшылыққа алу керекпіз. Келесі көлік құралының габариттік параметрі бұл габариттік биіктікті автокөліктің. Біз жоғарыда айтып кеттік, автокөліктің Қазақстан территориясында рұқсат етілген жалпы жолдағы рұқсат етілген биіктігі бұл 3,8 метр деп айтамыз. Қазіргі кезде автокөліктің шетелден және басқа да әртүрлі автокөлік маркаларының келуіне байланысты бізде осы габариттік размерлері биік автобустар, 2 қабатты қатарлы троллейбустар, әртүрлі биіктегі жүктер тасымалдаушы, мысалы құрылыс панельдерін тасымалдаушы тіркемелер немесе фургон типтес көліктер көп қолданыста жүр қазіргі кезде. Бұлардың ауырлық центрі жоғары орналасқан, сондықтан бұлардың жол бойындағы тұрақтылығы басқа автокөліктерге қарағанда тұрақсыздау болып келеді. Себебі оның көлденең бағыттағы қозғалысы, яғни автокөліктің шайқалуы бұл қауіпті жағдайларды туғызуы мүмкін. Әсіресе бұндай қауіпті жағдайлар көліктер нашар жолмен жүрген кезде, болмаса әртүрлі жолдың өзінің профилінің қисықтығына байланысты бұл басқа жол көлік инфраструктурасына, мысалы бағаналарға немесе әртүрлі тіректерге тиіп кетуі мүмкін. Келесі параметр бұл көлік құралының салмақтық параметрлері. Көлік құралдарының салмақтық сипаттамаларына оларды есептеу үшін біз бірінші массаларының түрлерін анықтап алу керекпіз. Олар жабдықталған масса, толық масса, автокөліктің құрғақ массасы және автокөліктің максималды массасы жатады. Жабдықталған масса дегеніміз бұл автокөлікке толықтай жағармай құйылған қосалқы доңғалақтары, құрал саймандары және ішінде жүргізушісі бар көліктің салмағын бұл жабдықталған салмақ деп айтамыз. Толық масса дегеніміз бұл жабдықталған массаға қоса жөндеуші зауытпен бекітілген жүктің және немесе жолаушылардың рұқсат етілген есептік массасын қамтайтын массаны айтамыз. Яғни автокөліктің жүк көтеру көрсеткіші бұл кезде қосылады, болмаса жолаушылар тасымалданған жағдайда жолаушылардың орташа салмағы қосылады деген сөз. Құрғақ масса дегеніміз бұл жанармайы жоқ, құрал саймансыз және қосалқы дөңгелегі мен жабдықталмаған көліктің массасын айтамыз. Осындай көрсеткіштерге мен бірге тағы бір көрсеткіш, негізгі көрсеткіш бұл максималды масса. Бұл максималды масса дейміз көліктің осьтеріне түсетін салмақтар. Бұл көрсеткіш жол жамылғысының, яғни асфальттың категориясына байланысты әртүрлі оське түсетін рұқсат берілген жүктемелерден аспау керек, және ол әртүрлі көрсеткіштермен шектеледі. Бұл көлік құралының массасы бұл автокөліктің белсенді қауіпсіздігіне ғана әсер етіп қоймайды, сонымен қатар ол қоршаған ортаға, яғни атап айтатын болсақ, жол жамылғысының техникалық жағдайына, яғни жолдың жағдайына тікелей әсерін тигізе алады. Көлік құралдарының жолға тұрақты түрде динамикалық әсер ету нәтижесінде жол жағындарында әртүрлі пластикалық деформациялар жиналып, оның қабаттар арасында байланыстар бұзылады. Бұл өз кезегінде жол жамылғысының қызмет ету мерзімінің
қысқаруына алып келеді. Яғни техникалық жағдайы бойынша жол жабындысына массалық өстерге түсетін массалық салмақтардың жол жабындысына сәйкес келмейтін болса, онда сол жол жабындысының бұзылуы өте тез арада жүзеге әсер етеді деген сөз. Бұл көлік құралының ауырлық орталығын және өстерге түсетін жүктемені анықтау үшін, ол үшін біз горизонтал алаңда қозғалмай тұрған автокөліктің дөңгелектері арқылы жолға түсетін жүктеме немесе олардың шамаларына тең жолдың дөңгелектердің түсіретін нормаль реакция күштері бойынша анықтаймыз. Ол келесідей формулалармен анықталады. Бұндағы алдыңғы және артқы өске түсетін күштерді бөлек-бөлек анықтаймыз. Бұл жерде бірінші кезекте автокөліктің өзінің салмағы және автокөліктің ауырлық центрінің бойлық жазықтықтағы орнын анықтайтын шама және автокөліктің бұл жерде габариттік ұзындығы бойынша анықталады. Яғни бұл жердегі альфа және А және Б көрсеткіштері бұл алдыңғы және артқы ауырлық центрінің бойлық жазықтықтағы орны. Яғни осыдан келіп жалпы жазықтықтағы автокөліктің жалпы салмағын анықтау аламыз. Бұл әрине осы алдыңғы және артқы өске түсетін салмақтардың қосындысына тең болады. Міне бұл суретте автокөліктің ауырлық күштерінің негізгі көрсеткіштері берілген. Бұндағы басты көрсеткіштер алдыңғы және артқы өске түсетін салмақ көрсеткіштері және автокөліктің өзінің дөңгелектер арасындағы ұзындығы және автокөліктің завод бойынша бекітілген салмағын көруге болады. Міне жалпы осы автокөлікті белсенді көрсеткіштерінің параметрлерін талқылап бастаған кезде біздер бірнеше параметрін атап көрсеткен боламыз. Осы лекцияның жалпы мәнін түсінуге талқылауға арналған сұрақтар көрсетілген. Бұл сұрақтар осы лекцияны толығымен түсінуге көмектеседі және өз бетінше ары қарай білімін жетілдіру мақсатында қажетті әдебиеттер ұсынылған. Осымен бүгінгі лекциямыздың аяқталды. Тыңдағандарыңызға, назар аударғандарыңызға көп-көп рахмет.